Риддер әкімі қаланың жастарымен қалыпсыз жағдайда тілдесіп, жастар қауымдастығын не алаңдатып жүргенін білу үшін жүздесті. Риддерлік жастар туған қалаларын түрлі бағыттарда дамыған қала ретінде көргілері келеді. Көпшіліктің пікірінше, қалаға бос уақыт пен демалысқа арналған жаңа нысандар қажет. Мәселен, кинотеатр. Я лично веду переговоры с инвесторами, чтобы здесь Жеке өз басым инвесторлармен қалада Өскемендегідей сауда орталығын ашуға қатысты сөйлесу жүргізіп жатырмын. Қалада адам саны көп емес, соған орай шағын, ішінде бос уақытты өткізуге болатын, нақтырақ айтқанда кинотеатр бар, сауда ойын-сауық орталығын ашса деймін. Өйткені қыс мұнда ұзақ, 7-8 ай болып кетеді. Тіпті сол кезде балаларды апаратын жер жоқ. Жастардың ойларынша, сонымен қатар спорт нысандарының құрылысына көбірек назар аудару керек. В свое время с 2018 по 2020 год 2018-2022 жылдардың аралығында мен шаңғымен трамплиннан секіруге барғанмын. Сол себепті менің сұрағым, біздің қаламызда трамплин салына ма? Салынатыны жайлы сөз шыққан секілді, алайда істелмеді. Жігіттер шаңғы трамплиннің құрылысының және қалалық хоккей командалары жыл бойында тек қыста ғана емес, жазда да жаттығатын мұз айдынына қатысты сауалды қарастыруды ұсыныс тастады. Что мы сейчас делаем? На 7-м районе мы проектируем. 7-ші ауданда біз дене сауықтыру кешенінің құрылысының жобасын жобалап жатырмыз. Өйткені ол ауданның мектебінде балалар көп, ал жаттығу үшін оларға қалаға баруға тура келеді. Алайда бұл сұрақты спорт қауымдастығымен талқылау қажет. Қаншалықты қажет екенін, жобалық көлемі қандай болатынын, қанша бала сол ауданда спорт түрлерімен шұғылданып жүргенін анықтау керек. Өйткені ертең ол кешенді салғанда, ол жай бос тұрмау керек. Оны салғанда ешкім бармаса, оның қажеті қанша. Риддерлік колледжінің еріктілері қала басшылығы қоғамдық көлікпен жеңілдікпен жүруді қарастыра ала ма деген мүдделерін білдірді. Жиі жастар алшақ аудандарда тұратын қарттарға көмек көрсетуге өз есептерінен барады. Это нам нужно будет с перевозчиками проработать, чтобы, может быть, какие-то, вот как школьники, детей мы сейчас... Бұл сұрақты тасымалдаушылармен сөйлесіп шешуге болады деп ойлаймын. Жастар орталығы есебінен сол алшақ аудандарда тұратын қарттарға барғанда арнайы карточкалар берілсе, тегін барып қайтуға. Әрі ол әділ болады деп ойлаймын. Қарастырып көруге болатын сияқты. Тақырыптың жалғасында мынадай сауал қойылды. Неге Риддерде колледждің білім алушыларына қоғамдық көлікпен жүруге жеңілдіктер жасалмайды? Студенттік карточкалары неге оған ықпал етпейді? Опять же, чтобы вы понимали, эти... Тағы да түсінікті болу үшін айтайын. Осы жеңілдіктердің барлығы қаланың бюджетіне ауыртпалық түсіреді. Бірақ студенттер бізде көп емес. Сондықтан бюджеттен соншалықты қыруар сома шығады деп ойламаймын. Келесі жылдың бюджетіне қосып көрейік. Жастардың шығармашылық бос уақыттарын ұйымдастыру жөніндегі сұрақтар мен ұсыныстар айтылды. Қалада талантты балалар көп, алайда шығармашылық кездесулерге арналған орындар аз. Қалалық Кенді Алтайдың жазушылары бірлестігінің өкілдері оларға шығармашылықпен өз бөлмелері болмағандықтан кітапханаларда кездесіп айналысуға тура келетінін айтты. Қала басшысы қоғамдық бірлестіктерді, оның ішінде жастардыкін Шаңырақ мектеп гимназиясының босаған корпустарының біріне орналастыру жоспарланғанын ескере кетті. Данная проблема, она... Бұл мәселе жұмсақ тілмен айтқанда жалғыз сіздерде емес. Қалада жайсыздық жағдайында қызмет етіп жатқан қоғамдық бірлестіктер көп. Сондықтан менің ойым, олардың орналасатын жерін ойластырсақ, қазіргі таңда оларды мәдениет сарайынан басқа орналастыратын жер жоқ. Мектептің босап қалған 2 корпусы бар. Оның бірінің қайта конструкциясын білім бөлімі жасайды, ал екіншісін біз өзімізге аламыз. Және келесі жылы біз жоба дайындайтын боламыз. Яғни ол қайта конструкция бола ма, әлде ағымдағы жөндеу бола ма, тиянақты жөндеу бола ма, соны шешуіміз керек. Сол жерге сіздердің барлықтарыңызды орналастырғымыз келеді. Студенттер жастар мәслихатын құру туралы сауалды нешінші рет көтеруде. Әкім бастаманы қолдады және жас депутаттардың жұмыстарын қалай елестететінін айтып бөлісті. Бұл бірінші кезекте жергілікті атқарушы органдарға көмек. Вот если мы будем видеть это в той... Бұл ұйым жергілікті атқарушы органға сұраныстарды үйіп тастауға емес, көмек көрсетуге бағытталса, мәселен, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының мәселелерін шешуге, тұрғындарға түсіндіру жұмысын жүргізуге, немесе қажет уақытта чаттарға хабарламаларды жазып отыруға, тағы сол сияқты мәселелерді шешуге көмектесуге бағытталып жұмыс жасайтын болса, мен келісемін. Жастар мәслихатына мысалы сіздер бір мәселе туындап қалса, біздің қолымыздан келетін болса, бізге тапсырсаңыздар.
Ал біз ол мәселені шешуге көмектесер едік. Сол жағынан қарастырылса деген ой білдіргім келіп тұр. Кездесуде әркімнің әкімге көкейінде жүрген сұрағын қоюға мүмкіндігі болды. Кездесу соңында Думан Рахметқалиев облыс және қала басшылығымен Ридзердің жастары үшін одан әрі тартымды болу үшін көп істер атқарылып жатқанын ескеріп айтты.